Ассалаумағалейкум, құрметті бокс жанкүйерлер. 69 келі 900 грамм салмақ дәрежесінде WBA тұжырымы бойынша әлем чемпионы атағы сарапқа салынатын болады. Өзбекстандық Исраил Мадримов пен ресейлік Магомед Курбанов арасында. Исраил бүгінгі күнде 10 жекпе-жек өткізіп, 19-ында жеңіске жеткен. Бір жекпе-жегінде қарсыласымен тең түскен. А Курбановқа келетін болсақ, кәсіпқой бокста 25 жекпе-жек өткізіп, барлығында жеңіске жеткен. Жекпе-жек қай жерде және қай күні өтетіні алдағы уақытта белгілі болады. Қазақстандық 76 келі салмақ дәрежесінде өнер көрсететін, кәсіпқой бокста 11 жекпе-жек өткізіп, барлығында жеңіске жеткен Бек Нұрмағамбет бүгінгі күнде ақш-қа аттанды. Оның алдағы уақытта өтетін жекпе-жегі 2024 жылдың көктем айларында орын алатын болады екен. Және де әлемге әйгілі боксшы кіші Флойд Мейвезер әлемдегі ең жұлдызды боксшылар арасында топ 3 боксшысын атаған екен. Алғашқы орында Сауль Канело Альварес тұр. Ал екінші орында Райан Гарсия. Ал үшінші орынға Джервонта Дэвисті қойған екен. Комментарийға сіз де өз тарапыңыздан әлем бойынша ең мықты, ең жұлдызды деген 3 боксшыны көрсетіп кетіңіз. Яғни өзіңіздің жеке рейтингпен бөлісе кетіңіз. Қазақ бокс жасасын, баршаңызға сәттілік.